Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Рахатай. Бүгін сіздерге 3 түрлі керемет салаттың және 3 түрлі координат рецептін ұсынамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Алдымен құймақтарымызды дайындап аламыз. Ыдысқа жылы сүтімізді, 2 жұмыртқамызды, шым-шым тұзымызды, дәміне қарай қантымызды және 2 ас қасық сұйық майымызды салып, венчикпен жақсылап бір араластырып аламыз. Әбден араластырып алғасын, електен өткізілген ұнымызды қосамыз және қопсытқышымызды саламыз. Венчикпен тағы да бір араластырамыз. Бастапқыда қамырымыз қоюлау болады. Сосын барып өлшеммен қайнаған ыстық суымызды құйып, тағы да бір араластырамыз. Құймақтарға арналған қамырымыз осындай сұп-сұйық болуы қажет. Енді табамызды қыздырып, ішіне кішкене майымызды құйып, жағып шығамыз да құймақтарымызды біртіндеп пісіріп аламыз. Бұл рецептпен жасалған құймақтар өте дәмді, өте нәзік, өте жұп-жұқа болып піседі. Әрине, бұл рецептпен біраз құймақ шығады. Құймақты былай да жей берсеңіздер болады, ал мен сіздерге осындай керемет корзинаның идеясын ұсынамын. Ол үшін біз құймағымызды алып, осындай бір кесеге саламыз да корзинаның формасын келтіреміз. Үлкендеу құймақтарыңыз болса, үлкендеу болып шығады, кішілеу болса, менікі сияқты кішірек корзина болып шығады. Осылай жақсылап салып алғасын, микроволновкаға 1 минутқа салып аламыз. Әзірге салатымыз дайындай береміз. Бізге қайнаған, піскен тауықтың еті қажет болады, тұздалған қияр қажет болады, қызанақ қажет болады. Барлығын бір ыдысқа саламыз да, 2 жұмыртқаны турап қосамыз. Және бір сарымсағымызды майдалап турап қосамыз. Салатымызға майонез қосамыз, дәміне қарай қара бұрыш қосамыз, тұз қоспай қойса да болады. Тұздалған қиярдың тұзы жеткілікті болады. Енді табаға бір жұмыртқаны осылай омлет қылып пісіріп аламыз. Жұмыртқаның құрамына еш нәрсе қосудың қажеті жоқ. Енді салатымызды жинаймыз. Жаңағы корзиналарымыз осындай формасын ұстап, әдемі болып тұрады. Тарелкаға корзиналарымызды қойып, ішіне салаттарымызды салып шығамыз. Айтқандай-ақ, бұл корзиналардың ішіне қалауыңызбен кез келген салатты сала берсеңіздер болады. Енді жаңағы омлетімізді майдалап турап, салаттарымыздың бетіне салып шығамыз. Біздің парижанка салатымыз дайын. Өте дәмді салат жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Осындай әдемі де сәнді салаттарымыз дайын. Енді біз ірімшіктен корзина жасаймыз. Ол үшін ірімшікті осылай майда теркадан өткізіп, пергамент қағазына осылай домалақ формасын келтіріп, духовкаға ерігенше салып аламыз. Сырымыз духовкада ертіп алғасын, осындай кесенің бірінші сыртына қойып, корзинаның формасын кішкене келтіріп аламыз. Сосын сырымыз кішкене салқындағасын барып қана осы күйінде кесенің ішіне саламыз да пергамент қағазын алып тастаймыз. Енді әзірге салатымызды дайындаймыз. Бізге екінші салатқа краб таяқшалар қажет болады, қияр қажет болады, консервіленген жүгері қажет болады және салат жапырақтарын осылай майдалап турап қосамыз. Дәміне қарай шым-шым тұз, дәміне қарай қара бұрыш қоссаңыздар болады. 2 жұмыртқамызды турап тағы да қосамыз. Майонезімізді, салатымызды майонезбен араластырамыз. Өте дәмді салат. Қыздар, жасап көріңіздер, баршаңызға ұнайды деген үміттемін. Егер рецепт ұнап жатса, төменге пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді салатымызды ірімшіктен жасалған корзинамызға саламыз. Корзинамызды алып, осындай тарелканың үстіне қоямыз да, ішіне салатымызды салып шығамыз. Бұл корзинаның ішіне де кез келген қалауыңызбен салаттарды сала берсеңіздер болады. Ірімшіктен жасалған корзина өте әдемі, өте сәнді. Дастарханыңыздың сәнін ашатыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет подача. Енді үшінші салатымызды дайындаймыз. Үшінші салат бізде греческий салаты. Ыдысқа болгар бұрышын, қиярды, қызанақты, оливкиларды,
брынзаны саламыз. Қолымызбен турап салат жапырақтарын қосамыз. Грек жаңғағын майдалап қосып, оны да қосамыз. Енді заправкасын дайындаймыз. Заправкасына бізге зәйтүн майы керек, лимон сығындысы керек. Кәдімгі свежий лимонның сығындысын қоса берсеңіздер де болады. 1 қасық, 2 шай қасық қоссаңыз да болады, талғамыңызға қарай. Және вегеттаның осындай заправка для салата деген приправасын қосып жіберсеңіздер өте дәмді. Осы греческий салатына әдемі жарасатын приправалардың бірі. Осы заправканы енді салатымыздың үстіне құйып, араластырып шығамыз. Греческий салаттың дәмі өте керемет, жаңғақтармен араласып, өте дәмді болады. Бұл греческий салатына арнап біз корзинаны кәдімгі лаваштан жасаймыз. Менде кухняға арналған қайшы, сол қайшымен осылай өзіңізге керек формасында, керек размерінде қырқып аламыз да, бұны да кесенің ішіне салып, корзиналардың формасын осылай келтіріп салып аламыз да, микроволновкаға 1 минутқа салып кептіріп аламыз. Корзиналар формасын жақсы ұстайтын болады, жақсы кеуіп, 1 минут жеткілікті болады. Енді осы корзиналарымыздың ішіне салатымызды салып шығамыз. Лаваштың түсі де, салаттың түсі де бір-біріне үйлесіп, әдемі болып дастарханыңыздың сәнін ашады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Бұл лаваштан жасалған корзинаның ішіне де өзіңіздің қалауыңызбен кез келген салатты салсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса, төменге үліпілдеріңізді қойып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Рахатай.